бір тиктокқа бір видео салғам. Бізде компаниядамыз ғой кезде, біз 100 бар, одан кейін балдар бар, тағында Нейтрон, кімдер, DNA деген группа бар. Ол кезде біз балдар көбісі темекі шегеді. Но бірақ енді оны айтпайсың ғой, енді ол әркімнің өзінікі ғой, енді оны жариялап көрсетіп ол енді жаңағыдай жаман жолға тарту ғой бір жағынан. Соны көрсетпейді, өзіміз темекі шегіп жүреміз, тығылып айтпай. Ерболат аға да кейбіреулердің шегетінін білмейді, уже бізді уже біледі шегетінімізді. Сосын сөйтіп жаңағыдай темекі жоқ, дамда бір студияға барып кіріп барамын, жігіттер, темекі бар ма жігіттер десем, екі бала отыр дейді. Бүйтеді, қарсы прямой эфирде отыр ғой. Адамжан ненің балдары, DNA-дің балдары. Бүйтеді да езіп ол видео бар кәдімгі. Тарық кеттім ол. Көрсетеді, бірден жазып алып, бірден шығарып жүрген ғой. Сол жерде бәрі жаңағыдай, мен бүйтіп тұрмын да. Сен түрің көріне ма? Иә, кәдім бүйтем да. Кәдім ғана жерде палемді. Темекі бар ма жігіттер деймін да. Жоқ па деймін да. Деп шығып кетем просто. Сосын артын не қылу үшін тағы да бір арақ бар ма деп кіріп келем. Артын не қылу үшін ойнату үшін. Кокаин бар ма деп па? Сөйтіп иә, соны жақта бәрі күліп отыр. Мадмен бар ма? Ол қайықта, балдарым яқта. Ол жерде тек өзімді емес, ана балдардың бәрін подсайд етіп жүрмін ғой.